Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul уqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bawrlar. Allah subhanahu wa ta'ala majlisimizde berekeli, hayırlı, faydalı bilim alatın majlisi boldalar nasip etsin. Barşamız faydalı bilim alımızı nasip etsin. Algan bilimimizge amal etmemizi Allah barşamıza nasip etsin. Kasiyetli Ramazan'da mübarek etsin. Allah Teala orazamızda jengil etsin. İnşallah dua tileklerimizde kuşluklarımızı Allah kabul etsin. Менің даусым қалай естіліп тұр? Даусым жақсы естіліп жатқан болса, плюс қойыңыздар. Комментарий сөндіре тұрайын. Жақсы, плюстарыңызды көрдім, Алла разы болсын. Енді комментарий сөндіре тұрайын. Соңында сұрақ жауапты қайттан қоямыз, иншалла. Бауырлар, міне, қасиетті Рамазан айы деп жүргенімізде, міне, бүгінде міне, Рамазанның 5-ші күніне таяп қалдық. Алла қабыл етсін, иншалла. Енді осы бүгінгі дәрісіміз ашуланбау деген тақырыпта болады. Ашуланбау. Мына Рамазанда біз ашуланбауды үйрендік, бауырлар. Пайғамбар селам айтқан, бір адам сені балағаттап сөз айтып жатса, оразамын деп ашуланбай кет қалыңдар деген. Мына соған хадистің төңірегінде бүгін осы кітап бойынша дәріс өтеміз, иншалла. Бауырлар, мына біздер иншалла енді жалпы ашулану деген негізіне келетін болса, халақаллаху табиатул ғадаб минан нар. Алла Тағала ашулану деген нәрсені оттан жаратқан екен. Алла Тағала оттан ашуды жаратты. Ва ғаразаға фил инсан, кейін сол ашуды Алла Тағала адамның бойына сіңдірді. Яртафиу иля алал бадан кама тартафиу нар ва кама яртафиу алма аллази яғли фил қадар. Кейін адамның ашуы келген кезде сол от бойындағы ол көтеріледі. Көтеріліп, қан қысым жоғары көтеріледі дейді. Тіпті мынау су өз деңгейі, ыдыстағы су болса, сол өз деңгейден көтерілген секілді адамның бойындағыда ашу келген кезде ол күшейе береді екен. Және ашудың орны фақуатул ғадаб махаллухал қалб. Ашу ол жүректе болады екен. Осы жүректен басталады екен. Сол жүректе ашу қозғалған кезде ол барған сайын ол көтеріле береді екен. Көтеріліп, әрмен қарай сондай бір қиын жағдайға душар болады. Енді бауырлар, жалпы ашудың 3 түрі бар екен. Ал-ғадаб салаза даражат. Ашудың 3 түрі бар екен. Бірінші түрі ат-тафрит кел ғадаб. Бірінші түрі тафрит деген ашу екен. Бұл тафрит ашуы өте әлсіз. Яғни тіпті бұны адам бойында бар, бірақ оны қолдана алмайды. Ол еш жерде пайдалана алмайды. Ол қандай ашу? Мысалға, ашуланатын жерде адам ашуланбайды. Тіпті оның әйелін қызғанбайды, қарындастарын қызғанбайды, жерін қызғанбайды, елін қызғанбайды. Ашуланатын жерде ашуланбайды. Күліп тұра береді. Бірақ бойында ондай ашу бар, бірақ ол өте әлсіз. Тіпті шариғатымызда бұндай ашуларды балағаттайды. Имам Шафи рахмахуллах айтқан екен, «Мән истудаафа фалам яғдаб фахуа химар». Ашуланатын мәселеде адам ашулана аламаса деген, ол тіпті есек секілді деп айтқан. Өйткені есек ашуланбайды екен, оны ұрып атсын ба, соғып атсын ба, ал басқа жануарлар өзінің мінезін көрсетеді. Ал есек жануар ешқандай мінез көрсетпейді екен. Имам Шафи рахмахуллах ашуланбайтын кісілерді осы есекке теңеді. Бұл бірінші түрі екен. Демек, бұндай ашуланбау да бұл жақсы сипат емес. Әсіресе ер азаматтардың бойында
бұндай сипат болмау керек. Бәлкім бұл айыр кісінің бойында болу керек. Яғни ашуланбайтын жерде, ашуланатын жерде ашуланбай сабырлықпен, ақылмен тұрған әйел адамдарға қатысты мына сипат, бірақ ер адамдардың бойында бұндай сипат болмау керек екен. Ер адамдарда кішкене мінез болу керек. Және бұндай ашу төмен де болмау керек екен. Екінші түрі ал-ифрат фил ғадаб. Екінші түрі бар екен ифрат деген ашу. Ол тым шектен шығып кету ашулану. Тіпті бәрін қиратып, сындырып, бәрін ақылы жұмыс жасамай қалады, бәрін істеп болғаннан кейін барып сабырға келейін дейді. Бұндай ашудан да шариғатымыз қайтарады. Бұл ашуда дұрыс ашу емес. Ал ашудың үшінші түрі бар. Үшінші түрі ал-иътидал фил ғадаб, орта деңгейде болу. Не деген ол? Яғни ашуланатын жерде ашуланады, мінезін көрсетеді, құқығын қорғайды, бала шағасын қорғайды, елін жерін қорғайды. Кейін бәрі түсінікті болып, бітімге келейік деген кезде ол адам сабырға келеді, бітімге келеді. Міне шариғатта осы үш ашудың осы иътидалін, яғни орташа осы ашуды шариғатымыз құптайды. Яғни ер азаматтардың бойында ашу тым қатты болып кетпеу керек, мүлдем төмендеп те кетпеу керек, ортада болу керек екен. Енді осы ашудың себептері бар екен. Адам өзінен өзі ашуланбайды, оның себептері болады екен, балалар. Сол себептер табылғанда барып, адамның ашуы көтеріледі. Көпшілігіміз сол нәтижемен күресеміз. Әсіресе мынау әйел кісілерді күйеуін ашуландырмау керек. Ашуланғаннан кейін барып, оның ашуланғанымен нәтижесімен күреспей қойыңыздар. Бәлкім соның себебімен күресу керек. Адам не үшін ашуланды? Немесе бастығыңыз ашуланды, ол не үшін ашуланды? Соңғы нәтижені зерттемей қою керек екен, бәлкім соған апарған себептерді зерттеу керек екен. Адам ашуланады екен, мынандай жағдайларда дейді. Ал-ажаб, бір нәрсеге қатты ғажаптанған кезде адам ашуланады екен. Яғни біреудің бір мүлкін көреді, біреудің жетістігін көреді, та басқасын көреді де, соны ғажаптану арқылы неге мен де сондай емеспін деп адам ашуланады. Немесе уәл-мизах, әзілдесу арқылы адам ашуланады. Біреуді әзілдеп, мысқылдап үстінен күле бастайды, кейін ол әзіл бара-бара ол жаңағыдай бір ашуға беріледі, сөйтіп ары жағы жақсылықпен аяқталмайды. Одан кейінгі ашуға себеп болатын әл-фахр, қатты таңдайын ысып, өзін жоғары санап, мақтана беру. Мақтана беру арқылы да адам ашуға беріп қояды екен. Өйткені мақтана бересің деп екінші біреу оған сөз айтады, кейін ол адам екеуі сөзбен байланысып, ол адам ашуға беріледі екен. Және уәл-мумарат, немесе жарысу арқылы. Мысалға біреу негізінде шариғатта тақуалықпен жарысу керек, білім алуда жарысу керек. Ал біреулер дүниеде жарысуы мүмкін, кейін оныкі қалып қойса, ақшасы аз болып қалса, екіншісіне қарағанда, кейін ол адам ашуға беріледі дейді. Немесе немесе адам мал дүниеге қатты махаббат қойған кезде адам ашушаң болады екен. Өйткені ол күні-түні мал дүниесін ойлайды, кейін мал дүние ол ойлағандай болмай қалады. Алланың қалауындағы нәрсе оның бәрі. Бәрі ризық тағдырда бәрі жазылып қойған, адамның қалауы болмайды, Алланың қалауы болады. Адам әрекет жасайды, әрекетіне қарай Алла берекетін береді әрине. Бірақ Алланың қалағанындай болады. Сол үшін сол мал дүниеге де қатты махаббат қоюға болмайды екен, ол адам соңында ашуланатын адамға айнала бастайды дейді. Бауырлар, себебін түсініп алдық, демек осы себептермен жұмыс жасау керек. Яғни осы мәселелерді барынша өте жеңіл санау керек. Яғни әзілдің өзі ашуға беріп кететіне деңгейде әзілдеспеу керек. Мал дүниенді адам ашуланатындай деңгейде жақсы көрмеу керек. Өйткені мал дүниеге қатты да махаббат қойса, ол болмай қалса, банкрот болып қалса, адам ашуланады. Қуанбайды ғой белгілі. Ал соған дейін себебімен жұмыс жасап жүрген адам ашуланбайды, ренжімейді, қуанбайды. Альхамдулилля, Алла өзі берді, Алла өзі алды деген мағынада сабырлықпен қайтадан әрекетін жасап, Алладан үмітін үзбестен тәуекел жасап, жұмысын жасай береді. Алла субхана ва тағала беріп сынайды, алып қойып сынайды, болдырмай сынайды, болдыра беріп сынайды. Бәрі сынақ, бауырлар. Ал екі ортада адамның тек қана ашуланғаны ғана қалады. Сол үшін
ашулану жақсылыққа алып бармайды. Тіпті ғұламалар айтқан, көп ашуланатын адамның мына жүйкелері тозады дейді. Кейбір адамдар мынау қартайған кезде қол аяқтары қимылдап дірілдеп тұратындай болып. Неге десе, ол адамдар сол орта буынның алдын жас кезінде, яғни сол ашуға көп берілетін адамдар екен. Кейбіреулер инсульт алып құлайды дейді, инфаркт болып құлайды дейді. Өткен жаңа айтылғандай, ашу жүректе болады. Сол жүрекке қабылдап алғаннан кейін ол шыға алмай қалады да, сөйтіп адамның денесіндегі қандарын қоздырып, ол адам жүйкесі тоза бастайды. Сәл сөйлесе сөз көтере алмайды, біреудің әзілін көтере алмайды, тағы басқа көтере алмай, солай жүре берсе, ол адам түбі жақсылыққа бармайды. Яғни өте ауыршаң, сондай бір қиын жағдаймен қартаяды екен, Алла сақтасын. Ал мұсылман адам нұрланып, қуанып, мына өмірді осы өмір күнде қабылдау керек. Болмайтын нәрсеге ашулана бермеу керек. Пайғамбар алейхиссалам ашуланатын болған, бірақ өте маңызды нәрселерде. Дінге біреу сөз айтса, дінге тиіссе, елдің құқығын біреу таптаса, Пайғамбар алейхиссалам ашуланған сахабалар айтқан, жүзінен байқайтын едік деп айтқан. Бірақ жаңағыдай Пайғамбар алейхиссалам ашуланған кезде әл-ихтидал болған, орта деңгейдегі ашуымен болатын болған. Ал көбінесе Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жымиып, күліп, нұрланып жүретін болған. Міне мұсылман адамның сипаты осындай болу керек екен. Ашуланып жүре беру бұл адамды жақсылыққа алып бармайды. Енді ашулануды ембейтін жолдар бар екен, бауырлар. Міне түсінікті болды, ашу қайдан келетіндігін. Демек, ашумен күреспей ақ қояйық. Алла Тағала оны жаратқан екен, оны оттан жаратқан екен. Оны біздің денемізге Алла Тағала оны егіп берген екен. Әрбір адамның бойында демек ашу деген нәрсе бар екен. Енді бірақ соны тәрбиелеу деген нәрсе бар. Абай атамыз айтады, кім мен өзімді тәрбиелей ала алмаймын деп айтса деген, ондай адамның тілін кесем деп айтқан. Абай атамыз сөзі ол. Шариғатта мына тәрбиелену деген нәрсе бар. Енді ашуды қалай тәрбиелейміз? Тәрбиелеудің екі жолы бар екен. Біріншісі біліммен тәрбиелеу. Біліммен тәрбиелеу ол 5 бөлімнен тұрады екен. Біріншісі тәрбиелеудің бірінші жолы біліммен. Аятафаккара фи фадлил казмил гайз. Біріншісі сол ашудың сабырға келіп ашуланбаса соңы немен аяқталатындығының жайында пікір қылу, ойлану. Бұл біліммен. Әрине білімді адамдар ашуға берілмей оның соңын бақылайды. Яғни ашулансам немен аяқталады деген секілді. Ашуланбай қоя салса не болады деп Али-Имран сүресінің 134-ші аятына амал жасаса үлкен сауапқа кенеледі. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллазина юнфиқуна фис-сара вад-дарра вал-казиминал гайз. Сондай қуанышта да, қиыншылықта да нафақа қылғандар, және ашуына бой алдырмай ашуын жұтқандар, яғни сабырға келіп өзін ұстағандар. Валлаху юхиббул мухсинин. Алла Тағала сондай жақсылық қылған пенделерін жақсы көреді деді. Міне ашуын ұстай білу, бұл да білімді адамдарға білім алсақ, біз соған амал жасауымыз керек, бауырлар. Иншалла ашуды сол білімге, ақылға алдыру керек, сол кезде адам ашу басылады. Бұл бірінші деңгей. Екінші бөлім екіншісі Алла Тағаланың ертең қияметте жаза беретінен қорқып, соны ойлап ашуға берілмей тоқтап қалу. Яғни ашудың емделудің жолдарын өтіп жатырмыз, жаңа айттық. Емделу екі жолмен болады екен. Біліммен, амалмен болады екен. Біліммен ол 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінеді. Біріншісі сол ашуды, жаңа Құрандағы аятты еске алу. Ашуын жұтқандар деп айтты Алла Тағала. Ашуын жұтқандарды Алла жақсы көреді деді. Сол аятқа амал жасасаңыз, Алла сіз жақсы көреді. Кейін сол жерде ашуланбай тоқтап қалғаныңызға ертең қияметте де қуанасыз, мына өмірде де қуанасыз. Ол бірінші жолы. Екінші жолы біліммен емделудің, біліммен ашудың, емделудің жолы. Екіншісі Алла субхана ва тағала сол ашуланып, ертең бір нәрсені білдіріп қойсам, ертең Алланың алдында жауап беруден қорқады. Алланың алдында жауап беруден қорқады. Және егер адамға өзінің үстемділігін көрсетіп ашуланып тұрған болса, Алла Тағала оның үстінен де құдірет иесі екендігін еске алып ол тоқтап қалады. Яғни мен қазір адамға шамам келіп тұр. Алла субхана ва тағала бүткіл әлемнің патшасы, қиямет күнінің патшасы, бүлік Алланыкі. Алла менің үстінен қандай үкім жүргізеді? Мына өмірде